Егер сіз ютубты жаңадан бастадыңыз, просмотр мүлдем жоқ. Ютуб менікі емес десеңіз, қателесесіз. Мүмкін бүгінгі видео сізге көмектеседі. Бүгінгі видеода қалай алғашқы 1000 просмотрды жинауға болатынын көрсетемін. Видеоны соңына дейін қарап, сақтап алыңдар. Ендеше бастайық. Ол үшін Play Marketке кіріп, дәл осы тубым Rocket приложениесін жүктеп аласыздар. Содан кейін ютубқа кіріп, өздеріңізге керек видеоның ссылкасын копировать етіп аласыздар. Ссылканы копировать еткеннен кейін TubeRocket приложениесіне кіресіздер. Бұл приложениеге ешқандай да ақша төлемейсіздер. Бірінші өзіңізге монета жинау үшін видеоларды көріп шығамыз. Видеолар кемінде 60 секунд болады. Сонымен қатар өзіңізге монета жинайсыз дегенім, яғни просмотр. Монетаны қаншалықты көп жинасаңыз, сонша просмотр береді. Ал өзіміздің видеомызға просмотр қалай жинаймыз? Ол үшін астына өтіп, список дегенді басамыз. Және загрузить видеоны басамыз. Ссылка на видео деген жерге өзіміздің видеомыздың ссылкасын вставать етеміз. Яғни ваши ракетные монеты деген жаңағы видео көрген, мысалы сіз видео көресіз, және сізге сол үшін монета қосып береді. Ал ол монетаны не істейміз? Өзіміздің просмотрымызға жаратамыз. Видеолар тек 60 секунд қана болмайды, мысалы сіз өзіңіздің секундыңызды өзгертуге болады. Секунд 60 секунд қана емес, 300, 500, 600 одан да көп аса береді. Мысалы бір видеодан 600 ракетная монета жинап алуыңызға болады. Сіз басқалардың видеосын көргенде, сіздің де видеоларыңызды көру арқылы просмотр жинауа береді. Сіздің YouTube көргеніңізге ракетная монета бермейді. Ол үшін TubeRocket приложениесін жүктеп алу қажет. Және тек TubeRocket приложениесіндегі видеоларды ғана көре. Мысалы сіз өзіңіздің 3 видеоңызды қойсаңыз болады, 3-тен артық қойылмайды. Ал егер тағы видеолар қою қажет болса, басқа да видеоларыңызға просмотр қажет болса, жаңағы 3 видеоны өшіріп тастап, орнына басқа 3 видеоны қойып, тағы да солай жасасаңыз болады. Бүгінгі видео өте пайдалы болды деп ойлаймын. Каналға тіркеліп, видеоны сақтап алсаңыздар болады.